Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін біз 10 сынып оқулығындағы редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар тақырыбымен танысатын боламыз. Каналымнан алыстамаңыздар, лайк басып, подписка жасап, басқа да оқушылармен осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Ең бірінші біз редуцирленетін қанттарға тоқтала кетейік. Жалпы редуцирлену дегеніміз не? Сіздер білесіздер, ол яғни кіші өлшемге айналу деген мағынаны білдіреді. Моносахаридтер және көптеген дисахаридтер редуцирленетін қабілетке ие, яғни олар ериді. Молекулаларында карбоксил тобы болады, олардың ашық химиялық құрылым 2 еселенген жылдамдықпен дисахаридтерге ыдырауға мүмкіндік береді. Ғалымдар редуцирленетін қанттарды анықтау үшін бірнеше құрамы қарапайым химиялық реакцияларды пайдаланады. Солардың ішінде ең кең тарағаны ол Бенедикт пен Феллинг реакциясы. Азық-түліктерде ең кең тараған қанттарға глюкоза мен фруктозаны, салыстырмалы түрде аз тарағандарына біз лактоза мен галактозаны жатқызамыз. Қант ерітіндісін қыздырғанда немесе қышқылдандырғанда гидролиз жүреді. Сахароза моносахаридтерге глюкоза мен фруктозаға дейін ыдырайды және олар редуцирленеді. Келесі ол бізде редуцирленбейтін қанттар. Яғни бұларға не жататын деп айтатын болсақ, бұлар яғни полисахаридтер жатады. Бұларға бірнеше химиялық сақиналар болады. Ашық тұсында құрылымды тұтас байланыстырушы ретінде атомдары пайдаланады. Соған сәйкес байланыстырушы молекулаға беретін бос электрондары болмайды. Олар тұйық құрылымға ие, химиялық құрылымға ие, реакция кезінде тотығу байқалмайды. Ыдырату үшін салыстырмалы түрде көп уақыт керек болады. Редуцирленбейтін қанттардың реакциялық қабілеті жоқ, альдегид тобы болмағандықтан Бенедикт тестісі теріс нәтиже көрсетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.